Анала дала, тау, жасыл желекке оранған шағын қазақ ауылында Жан, Ерлан, Бекжан деген 3 дос тұратын. Олар әрқашан ашық ауада уақыт өткізгенді. Туған жердің әр бұрышын зерттегенді ұнататын. Олардың әрқайсысы өздерінің шағын зерттеу тобында рөлге ие болды. Жан, негізгі зерттеуші және бақылау күнделігін жүргізді. Ерлан, білікті картограф, ал Бекжан, қолындағы құрал сағманмен бәрін жасай алатын шебер болды. Бір шуақты таң, күн көкжиектен енді ғана көтеріліп, далада гүлдеген бағлычтың исі аңқып тұрғанда, 3 дос жаңа шытырманға аттануға бел буады. Олар сөмкелерін, фонар және компастарын алып, жолға шықты. Олар аңызға арналған орманның жұмбақ бөлігін зерттеуге шешім қабылдады. Онда ешкім көрмеген көптеген құпиялар мен ғажайыптар жасырылғанын айтты. Ұзақ серуендеп, түске таман олар бұрын соңды болмаған орманның ең қалың жеріне тап болды. Орман қалыңдап, қараңғыланып, достар өздерінің қанда да бір сиқырлы жерде жүргендерін сезіне бастады. Кенет ағаштардың арасында олар ерекше бір нәрсені байқады, жердегі жарқыраған дақтар. Олар жақындап бергенде, үлкен жарқыраған жұмыртқаларға толы ғаны көрді. «Мүмкін емес», деп айқайлады Жан. «Мен мұнда жұмыртқаны ешқашан көрген емеспін». Ерлан бір жұмыртқаны байлап түртіп еді, ол кенет қозғала бастады. Біраз уақыттан кейін қабық жарылып, жұмыртқадан жұмсақ көкшіл жарықпен жарқыраған кішкентай динозавр шықты. «Бұл сиқыр», деп сыбырлады Бекжан. Қалған жұмыртқалар да жұмыртқалай бастады. Көп ұзамай балалар кішкентай динозаврлардың алдында тұрды. Олардың әрқайсысы әртүрлі түсті, жасыл, қызыл, көк және тіпті күлгін. «Біз оларға қамқорлық жасауымыз керек», деді Жан. «Олар соншалықты кішкентай және қорғансыз». Жігіттер динозаврларды ықтимал қауіптен қорғау үшін оларға баспана салуды ұйғарды. Олар бұтақтарды, жапырақтарды және жұмсақ мүктерді жинап, жайлы ұя жасады. Бірақ бұл ең бастысы емес еді. Кішкентай зерттеушілер бұл олардың жаңалықтар мен сиқырға толы жаңа үлкен шытырман оқиғасының басы екенін түсінді. Күн сайын достар динозаврларға келіп, олардың өсуі мен дамуын бақылап отырды. Әрқайсысын аты мен сипатына қарай ажыратуды үйренді. «Жасыл, жасыл дегенді білдіреді», деп атаған жасыл динозавр ең ойнақы және жүгіруді жақсы көретін. «Қызыл, оның аты қызыл, қызыл дегенді білдіреді, ең батыл және қызық болды». «Көк, көк, көк дегенді білдіреді, тыныш және суды жақсы көретін», ал күлгін, 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 өте ақылды және үнемі жаңалық ойлап табатын. Жан, Ерлан, Бекжан барлық бақылауларын күнделікке жазып, ерекше өсімдіктер мен жануарларды тапқан жерлерінің картасын сызды. Олар динозаврлардан түсетін жарықтың емдік қасиеттері бар екенін, және өсімдіктердің тезірек және сау өсуіне көмектесетінін білді. Бір күні жігіттер орманда аралап жүріп ескі картаны тауып алады. Ондаңыз бойынша ежелгі қазыналар жасырылған жұмбақ көлге апаратын жол бейнеленген. Олар бұл көлді тауып, оның құпиясын ашу үшін саяхатқа шығуды ұйғарды. Динозаврлар олармен бірге жолды сиқырлы жарығымен жарықтандырды. Жол оңай болған жоқ. Олар қалың тоғайлардан өтіп, жылдам өзендерді кесіп өтіп, биік төбелерге шықты. Бірақ олар қиындықтарға кезіккен сайын динозаврлар көмектесті. Жасыл ең қауіпсіз жолдарды тапты, қызыл жабайы жануарлардан қорғады, көк таза су тапты, көлгін жолында кездесетін көне жұмбақтарды шешті. Ақыры олар жұмбақ көлге жетті. Айналасы биік тастармен қоршалып, көзден таса болды. Көлдегі су ай сәулесінде жарқырап, сиқырлы болып көрінді.
Көлдің ортасында ежелгі ғибадатхананың қылрандылары көрінетін арал болды. Достар бұтақтардан сал жасап, аралға өтті. Ғибадатханаға кірген олар қабырғалардағы көне жазбаларды және мифтік тіршілік иелерінің мүсіндерін көрді. Ғибадатхананың ортасында асыл тастармен безендірілген үлкен сандық тұрды. «Бұл қазына болса керек», деді Ерлан кеудесін ашып. Бірақ ішінде олар алтын мен зергерлік бұғымдарды емес, көптеген ғасырлар бұрын осында өмір сүрген ұлы өркениет туралы бағдандайтын көне кітаптар мен шығыршықтарды тапты. Олар бұл адамдардың сықырлы білімдері бар екенін білді, және олардың көмекшілері ретінде жарқыраған динозаврларды пайдаланды. «Бұл білім баға жетпес», деп айқайлады Жан. «Біз оны сақтап, басқаларға беруіміз керек». Жігіттер кітаптар мен шығыршықтарды алып, өбілеріне қатты. Олар қайтып оралған соң өз жаңалықтарын ғалымдар мен зерттеушілермен бөлісіп, олардың ашқан жаңалығына таң қалды. Ақжан, Ерлан және Бекжан атақты зерттеушілер болып, олардың шытырман оқиғалары жалғасын тапты. Олар сықыр мен білімнің осы дүниеде табуға болатын ең құнды қазына болуы мүмкін екенін білді. Бірақ олар бұл білімнің арқасында үлкен жауапкершілік келетінін де түсінді. Уақыт өтіп, достардың атағы арта түсті. Олардың өй Ақжан, Ерлан және Бекжан ашқан сықырлы динозаврлар мен көне білімдер туралы көбірек білу үшін әлемнің түкпір-түкпірінен ғалымдар мен білгір адамдар келетін ғылымы орталыққа айналды. Күн сайын достар өздерінің шытырман оқиғаларының енді ғана басталғанын көбірек түсінді. Олар кітаптар мен шығыршықтарды қалдырған ежелгі өркениет әлемді өзгерте алатын білімге ие екенін білді. Бұл білім адамдарға табиғатпен үйлесімді өмір сүруге, ауруларды емдеуге және таңғажайып жаңалықтар ашуға көмектесе алады. Бір күні кешке күн батып бара жатқанда, оларға профессор Алтбаев деген қарт ғалым келді. Ол ежелгі өркениеттер мен сықырлы тіршілік иелерін зерттеумен танымал болды. «Мен сіздің жаңалықтарыңыз туралы естідім және сізге жаңа шытырман оқиғаны ұсынғым келеді», деді профессор ескі картаны ашып. Бұл карта аңыз бойынша уақыт храмы орналасқан ұмытылған жерлерге апарады. Олардың айтуынша, бұл ғибадатханада біздің планетамызды қалай құтқару керектігін түсінуге көмектесетін болашақ пен өткен туралы білім бар. Ақжан, Ерлан, Бекжан бір-біріне көз тігіп қалды. Олар бұл шытырман оқиғаның қауіпті болатынын білді, бірақ олардың білімге деген құштарлығы мен әлемге көмектесуге деген құлшынысы қорқыныштан күштірек болды. «Біз дайынбыз», деді Ақжан. «Біз жолға шығамыз». Келесі күні таңертең достар, профессор Алтбаев және олардың адал динозаврлары жаңа сапарға аттанды. Ұмытылған өлкелерге жол ұзақта қиын болды. Олар шексіз шөлдерді басып өтіп, қалың джунглилерден өтіп, биік тауларға шықты. Бірақ олар қиындықтарға кезіккен сайын олардың достығы мен динозаврлардың сықырлы қабілеттері барлық кедергілерді жеңуге көмектесті. Бір күні түнде олар көне жанартау етегінде лагерь тігіп жатқанда, профессор уақыт ғибадатханасының тарихын айтып берді. Аңыз бойынша, ғибадатхананы уақытты басқаруды білетін күшті сиқыршылар салған. Олар бұл ғибадатхананы өткен, қазіргі және болашақ туралы білімді сақтау, және оны осы білімді зұлымдыққа пайдаланатындардан қорғау үшін жасады. «Егер біз осы ғибадатхананы тауып, оның біліміне қол жеткізе алсақ», деді профессор, «біз әлемді жақсы жаққа өзгерте аламыз». Ертеңінде жігерге толы достар жолын жалғастырды. Ақыры талай күн жол жүріп, таулардың арасында жасырылған ұмыт қалған аңғарға жетті. Алқаптың ортасында жарқыраған энергия өрісімен қоршалған зәулім ғибадатхана тұрды. «Бұл уақыт храмы», деп сыбырлады Бекжан. «Біз оны таптық». Олар сақтықпен ғибадатханаға жақындады.
Кіреберіс жұмсақ жарықпен жарқыраған ежелгі сиқырлы белгілермен қорғалған. Ақжан, Ерлан, Бекжан және профессор қол ұстасып ішке кірді. Ғибадатхананың ішінде оларды ежелгі артефактілер мен шығыршықтарға толы үлкен залдар қарсы алды. Негізгі залдың ортасында кемпір қосақтың барлық түстерімен жарқыраған үлкен хрусталь болды. «Бұл ғибадатхананың жүрегі», – деді профессор. «Ол сиқыршылардың жинаған барлық білімін сақтайды». Жігіттер кристалға жақындады. Олар оны ұстаған сәтте айналадағы әлем өзгерді. Олар өткен мен болашақты, зәулім қалалар мен қираған өркениеттерді, ұлы жаңалықтар мен қорқынышты апаттарды көрді. Ақжан, Ерлан және Бекжан оларға әлемді құтқаруға көмектесетін білім берілгенін түсінді. Бірақ олар бұл білімнің арқасында үлкен жауапкершілік келетінін де түсінді. «Біз бұл білімді ұтымды пайдалануымыз керек», – деді Ерлан. «Адамдар мен табиғаттың үйлесімді өмір сүруіне көмектесу үшін біз оларды әлеммен бөлісуіміз керек». Олар ғибадатханадан шыққанда, олар күштірек және дана болды. Олардың елге оралуы жеңіспен аяқталды. Олар өз жаңалықтарын ғалымдармен және үкіметтермен бөлісті, және олар жақсы әлем құру үшін бірге жұмыс істей бастады. Ақжан, Ерлан және Бекжан ізденістерін жалғастырып, жер шарын аралап, тың сырлар тауып, білімдермен бөлісті. Олар ұлы зерттеушілер ретінде ғана емес, өз жаңалықтарын бүкіл тіршілік иелерінің игілігіне пайдаланған даналықтың сақшылары ретінде де танымал болды. Олардың адал достары, жарқыраған динозаврлар, әрқашан жақын жерде болды, олардың миссиясына көмектесті. Олар өздерінің достығы мен әлемді зерттеуге деген құштарлығы оны жақсы орынға айналдыратынын білді. Әр жаңа күн жаңалықтар мен шытырман оқиғаларға толы болғандықтан, олар сиқыр мен білім бұл дүниеде табылған ең құнды қазына екенін сезінді.